жатқан таң жақсылық пен қуаныш сыйласын достар. Ұйқыдан оянып Алматы арнасын қосқан барша көрерменге қайырлы таң. Сәлем достар, жаңа күн жағымды жаңалыққа толы болсын. Алдағы бір сағатта таңғы студияның шығармашылық ұжымы қызық бейнематериал, пайдалы ақпараттармен қуантуға дайын. Ендеше назарларыңыз тек қана бізде болсын. Сенің ғажап таңың Алматы арнасында. Біз бағдарламаны бастаймыз! Күнтізбеде 22 қаңтар, бүгін сәрсенбі. Достар, сәрсенбі сәтті күн болсын деп тілейміз. Қаңтардың суық күндерде басталған сияқты, бірнеше күннен бері елордада боран соғып қалың қар жауды. Бұл суық Алматыға да жететін сияқты, себебі ауа райы болжамына қарасақ, бүгін қалада күн райы 13 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Болжамға сенетін болсақ, сағат 10-нан бастап қар жауады дейді. Сондықтан жолда абай болыңыздар. Бүгінгі ауа райына қатысты дерек осындай, ал енді Перизат саған сұрақ қойғым келеді. Сенің атыңды кім қойды? Менің атымды папамның достары қойған. Мен толғаннан кейін бәріне айтқан, о қандай есім қазір сәнде деп. Бәрі жеребе тастап, соны папам ішінен біреуін алған. Сөйтіп Перизат болып шыққан. Қай досы таңдаған екен? Ұмыт қалым кім екен десе. Түсінікті. Студент кезіндегі достары ғой деймін. Керемет. Енді жалпы адамның есімі оның өмір сүру салтына әсер етеді екен. Сол себепті балаға ат қоярда оның мағынасына ерекше көңіл бөлу керек. Ұлттық статистика бюросының мәлімдеуінше 2024 жылы ата-аналар балаларына Рамазан және Медина деген есімді жиі қойған екен. Қазақстанда былтыр 1161 Рамазан мен 1373 Медина есімді бала дүниеге келген. Сонымен қатар Айсұлтан, Әмір, Алан, Хамза, Мансұр, Тамирис, Аяла, Асылым, София сияқты есімдерде көп кездеседі екен. Ал алматылықтар ат таңдауда неге мән береді? Тілшіміз Шынар Бәкір сауалнама жүргізген екен. Дәл қазір бейнематериалды бірге көрейік. Менің есімім Шынар. Шынар ағашындай биік, әрі мықты болсын деп ырымдап қойған. Өзіме ұнайды, көпшіліктен естейде бермеймін. Жалпы есім қойғанда оның мағынасына, жеңіл әрі үйлесімді болуына мән беру қажет. Есім қою рәсімінің өзіндік ережелері бар. Сәби дүниеге келген соң, әдетте 7 күн ішінде азан шақырылып ат қойылады. Бірі тарихтағы ұлы тұлғалар есімін берсе, енді бірі ерекше оқиғаларға байланысты. Мәселен, жеңіс, сайлау, наурыз және тағы басқалары. Өзіңіздің есіміңіз өзіңізге ұнай ма? Менің есімім өзіме ұнайды. Есімім Гүлзия, өте сирек кездесетін гүл. Менің атым Бағдат. Менің атым өзім ұнайды. Өйткені Бағдат араб тіліне аударылғанда Алланың сый деген мағынаны білдіреді. Мен үйдің тұңғыш баласымын ғой, сол себептен қойған атым. Менің атым Диас. Диас деген есім қандай мағына береді? Ол күн әміршісінің мағынасын береді. Менің есімім Көп тілек. Мен көп тілек болсын деп бала кезінде сол үшін қойған. Менің есімім Гүлдәурен. Жалпы өзім есім ұнайды. Бірақ та енді кішкене Гүлдәурен деп ұлдың есіміне қарай ұқсатып қойған ғой. Ұлды күткен негізі Дәурен деген. Жалпы өзіме ұнайды есімім. Өзгерткім ештеңе істегім келмейді. Әрине ұнайды. Оз Қанат деген атым Қанат. Мағынасы жалпы әкем қойған ғой. Кезінде яғни құстың екі қанаты болады ғой. Типа екеуі көмекші, яғни қанат болмаса ұша алмайды деген сияқты. Сол ретінде қолғабыс болсын, көмекші болсын деп қойған. Өзіме ұнайды. Көп кездеспейтін есімдердің бірі ғой. Айнұр. Ұнайды әрине өзіме. Айдың нұры деген мағынаны білдіретін шығар деп ойлаймын өзім. Өзіңізге атты өзіңіз қоя алатын болсаңыз, қандай есім қояр едіңіз? Өзіме білмеймін, ол жайлы ойланбаппын. Шамамен өзіңізге ұнайтын Мұслима деп қойыш едім. Әбілқайыр деп қоятын. Неліктен? Әбілқайыр ханның аты ғой. Естігенге жақсы естеді. Өзіме Амир деген атты таңдайтын едім. Неліктен? Әмір Темір сияқты болғым келеді. Солай қалдар едім. Тілек деп басым. Білмеймін енді ол Қытай кездегі бір армандар ғой. Қазір ондайды ойланбайды екен. Оны ойланып көрмеппін. Білмеймін, современный қоятын шығармын қазіргі кезде қойып жүрген аттар. Шамамен? Шамамен білмеймін. Ойлану керек оған. Білмедім. Шамамен қандай есімдер ұнайды?
Шамамен қазақтың ескі есімдері ұнайды бұрынғы. Назым, Әйгерім деген есім ұнайды маған. Ару. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, ұлдар арасында ең танымал есім Мұхаммед. Bir жылда 3633 балаға қойылыпты. Әрі қарай көш басында Айсұлтан, Әлихан, Омар деген есімдер. Ал 5578 қыз балаға Айлин есімі таңдалған. Одан бөлек кішкентай ханшайымдар арасында Медина, Асылым, Тамирис есімдері топ 10-дықта. Есім қою үлкен жауапкершілік. Көбі адамның аты оның өміріне тікелей әсер етеді деп сенеді. Жақсы ат ерге серік, жақсы есім елге ерік. Тіпті адамның болмысы мен беделін бейнелейді. Керемет, ал енді мен Тәуекел сенің атыңды білгім деп тұр. Кім қойды сенің атыңды? Негізі бұл сұрақты әкеме қоймас бұрын, мен ойлағам енді. Ханның есіміне атап қойды ма деп, Тәуекел хан. Иә. Сөйтсем, ондай емес екен, ол кісілер сол 88 жылдары досын айтуы ғой енді. Бір отырса отырған кезде, сол кезде сен білесің ма, сен атыңды неге Тәуекел деп қойды? Мен айтам, мен ханның есіміне құрметіне қойған шығарсыздар десем, қайда хан емес, біз сол 88 жылдары Тәуекел еткенбіз. Енді сондай кезең болды ғой енді 90 жылдар. Бір іске тәуекел жасаған ғой. Сонымен сол себептен сөйтіп қойдық дейді. Мәссаған. Бірақ мен айтарым, шыны керек, ат қалай қойсаң, сол ат әсер етеді екен жалпы. Сен тәуекелшісің бе? Иә, сондайым бар, және сондай жақсы көреді екенмін. Тәуекел жасауға? Иә, тәуекел жасауға, және бала кезімде өте көп құлай беретін жаңа. Тіземмен құлайым, басым дұрам. Әйтеуір бір далаға шықсам болды, жарақат алып келем ғой. Сонда тәуекел деп баса бересің ғой кез келген. Сондай ғой, сондай әсер етеді ғой. Тауға да тасқа да шығатыны сол екен ғой. Енді бір байқағаным Тәуекел. Тәуекел деген ат қазір трендке енген сияқты. Біздің қатарластарымыздың арасынан мен сенің ғана есіміңді біледі екем. Ата-аналар осы баламыз шынымен де саған ұқсасын деген деп ырымдайтын шығар деп ойлаймын. Иә, тек бірақ ұрыншақ болмасын енді. Иә, ең бастысы, иә, тәуекелдер ұрыншақ болмасын. Есейгеннен кейін әйтеуір үлкен жасқа келген кезде, орта жасқа келгенде. Не сайып, жақсы емес пе? Иә, енді уже ақыл кірген кезде сондай бір тәуекелшіл болсын да олар, иә. Ол жақсы енді. Тамаша енді, қалай десек те, Перизат, ат таңдаған кезде бәрін таразылап алыңыздар дегіміз келеді, қымбатты көрермен, ал біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін әлемде попкорн күні аталып өтеді. 1885 жылы Чикагода өнертапқыштар жүгеріден попкорн жасайтын машина ойлап тапқан екен. Иә, бұл дақыл алғаш рет оңтүстік Америкадан табылған екен. Енді попкорн десе кино еске түседі емес пе, иә? Иә, оның дұрыс Перизат, кино демекші әріптесіміз Сайлаубек Тоқтамұрат биыл Алтын глобус сыйлығын алған кинофильмдерге талдау жасады. Ендеше бейнематериалды бірге көрейік. Қайырлы таң көрермен, бүгін 2025 жылға Алтын глобус сыйлығының иегері атанған фильмдер жайлы айтамын. 5 қаңтарда Лос-Анджелесте Голливудтың шетелдік баспасөз қауымдастығы ұйымдастырған Алтын глобус сыйлығының кезекті тұсаукесері өтті. Сәйкесінше үздік драмалық фильм және үздік комедия номинациялары бойынша марапатталған үштікті назарыңызға ұсынамын. Үздік драма «Бруталист» режиссері Брэди Корбет. Қысқаша сюжеті фильм венгр еврей сәулетшісі Ласло Тоттың 30 жылдық өмірін баяндайды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ол американдық өмірді сезіну үшін әйелі Элизабетпен бірге Америка құрама штаттарына қоныс аударады. Бастапқыда Ласло кедейлік пен қорлыққа ұшырайды, бірақ көп ұзамай ол жұмбақ және бай клиент Харрисон Ли Ван Брунемен келісімшартқа отырады. Бұл келісім оның өмірінің бағытын өзгертеді. Түсірілім 2025 жылдың қаңтарында Польшада басталған. 2020 жылдың 2 қыркүйегінде Deadline жоспарда басты рөлдерге Джоэл Эдгертон мен Марион Котиллард бекітілген. Ал Марк Райландс Ласлоның жұмбақ клиентін ойнайтыны мәлімделген еді. Алайда 2023 жылдың 11 сәуірінде фильмде Адриан Броди, Фелисити Джонс және Гай Пирс ойнайтыны жарияланды. Өйткені Эдгертон, Котиллард, Райландс, сондай-ақ Себастьян Стэн мен Ванесса Кирби жобадан белгісіз себептермен шығарылған. Үздік мюзикл немесе үздік комедия Эмилия Перес. Режиссер
бар Жагадиярдың 2024 жылғы француз криминалдық комедиялық мюзиклі және сценарий авторы да Жактың тап өзі. Басты рөлдерді Карл София Гаскам, Зои Салдана, Селена Гомес, Адриана Пас және Эдгар Рамирес сомдады. Сюжет: білікті адвокат Рита сот төрелігіне қызмет етуден гөрі ақшаны жасауға көбірек қызығушылық танытатын ірі мексикалық компанияда жұмыс істейді. Ол күтпеген жерден қызықты ұсыныс алады. Картелдің бастығы Хуан Дель Монте қылмыстық әлемнен қашып, мәңгілікке жоғалып кеткісі келеді. Ал оған Рита көмектесу керек. Қызықты әрі бір түрлі картинаның премьерасы 2024 жылдың мамырында Канн фестивалінде өткен еді. Онда ол Қазылар алқасы сыйлығын арнайы алды. Ал актрисалар Гаскин, Гомес, Пас және Салдана үздік актриса сыйлығын жеңіп алған еді. Кейін өздеріңіз білетіндей фильм Алтын глобус сыйлығына ұсынылып, үздік комедия немесе мюзикл номинациясын қанжығасына байлады. Сіз өзіңіздің ең жақсы нұсқаңыз болуды армандайсыз ба? Мінекей, Деми Мурға Алтын глобус әкелген сенсациялық фильм «Субстанция» дәл осы тақырыпты қозғайды. Картина былай өрбейді. Голливуд жұлдызы Элизабет Спарклдың даңқы асқақтауда, бірақ әлі күнге дейін теледидарда фитнес-шоу жүргізсе де, танымалдылығы біртіндеп төмендей береді. Оның бастығы жас жүргізушімен жұмыс бастағалы тұрған естіген кезде тығырықтан шығатын жол іздеген Элизабет инновациялық препаратты қабылдайды. Оны жасаушылар керемет өзгеріске уәде береді, бірақ қолданылатын кезде бір аппараттың ережесін апта бойы сақтау керек. Осылайша жас, сұлу, сию дүниеге келеді. Сию шоу-бизнесте мансапқа жете бастайды. Және көп ұзамай 7 күн жеткіліксіз деп шешеді. Неге десеңіз, оны фильмнен көріңіз. Режиссер және сценарист Корали Фаржа «Субстанция» француз қойшысының небәрі екінші толық метражы фильм екен. Ал Элизабет Спарклдың рөлін Деми Мур ойнайды. Неге екені белгісіз. Елес және Солдат, Джейн фильмдерімен танымал актриса қазір Голливудтың фильмдерінде сирек бой көрсетуде. Сью рөлінде Маргарет Колли ойнайды. Ол бір кездері Голливудта тамақтанған, мейірімділік түрлері және кедейлер бақытсыз фильмдеріндегі кішігірім рөлдермен танымал. Жалпы, Голливуд сахнасы биыл көз қуантарлық фильмдермен толды. 2025 жылы тағы қандай жемісті картиналар дүниеге келер екен. Әрине, жаңалықтан құр қалмау үшін киноталдау айдарын жіберіп алмаңыз. Бүгінге осы, келесі кездескенше. Сайлаубекке көп рахмет. Жақсы тізім көрсетті бізге. Демек, демалысқа бізде не көретін енді бар? Жоспар бар дейсің ғой. Белгіленді. Негізі өте қызықты фильм, көбісі айтып жатыр. Сайлаубектің талқылауынан да байқап отырмыз. Ендеше, демалыста кино көріңіздер. Кино негізді өрісті кеңейтеді дейді ғой. Ой өрісіңді дамытады дейді, сондықтан жақсы кино болса. Кино көруден бас тартпаңыздар. Ал енді біз жаңа жарнамаға кезек берейік, жарнамадан соң қайтадан ораламыз. Алматы арнасының тікелей эфирінде таңғы студия бағдарламасы. Студияда мен Перизат Алпыс және менің әріптесім Тәуекел Мүслім. Рахмет. Қымбатты көрермен, Алматыда 100-ден аса адам бизнесті дамыту үшін несие алды. Бұл Алматы бизнес 2025 жобасы аясында жүзеге асты. Жоба 2019 жылы іске қосылған. Бүгін осы жоба туралы кеңінен тілдесеміз. Ол үшін студияға арнайы қонағымызды шақырдық. Ендеше қарсы алайық. Студия төрінде Алматы микроқаржылық мекемесінің несие департаментінің директоры Айман Оңғарова. Ау, кеттік! Қайырлы таң. Қалайсыз? Рахмет, Айман. Керемет ән. Балалық шағымызды есімізге сүріп жүрді ғой. Сол ғой. Жоқ, бой жеткен кезімізді есімізге сүріп жүрді. Енді менің жастық шағым. Қалыңыз қалай жеттіңіз? Жақсы, рахмет өте. Көргенімізге қуаныштымыз, Айман ханым. Ал енді әңгімемізді бастайық. Алматы бизнес 2025 жобасы жайлы айтып берсеңіз. Жалпы Алматы бизнес 2025 жобасы осы кәсіпкерлікті, Алматы қаласының кәсіпкерліктерін дамытуға арналған, бизнесті жүзеге асыруға қойылып жағдайлар жасау, қаржыландыру қолжетімділігін арттыру болып табылады. Осы бағдарламаның шеңберінде Алматы микроқаржы ұйымы құрылды және Алматы финанс қаржы ұйымы құрылды. Жалпы біз несие берумен, жеңілдік пайызбен несие береміз. Бізде кепілді және кепілсіз несиелер бар.
кепілді несиелер ол максималды сомасы 73 миллион 840 миллион теңгеге дейін, ең ұзақ мерзімі 7 жылға дейін, және 6%-бен және 2%-бен беріледі. Пайызы өте аз? Пайызы өте аз, 2%-бен бізде осы Алматы қаласындағы өндірістік парктерінің резиденттеріне беріледі. Көп балалы аз қамтылған жанұялар үшін, мүгедек, бірінші, екінші топтағы мүгедек адамдар үшін, және мүгедек бала асырап отырған отбасылар үшін беріледі. Қалған кәсіпкерлер 6%-бен алады несиені. Бәрекелді. Қанша теңге көлемінде несие береді? Кепілді несиелер 73 миллион 840 миллион теңгеге дейін, 1000 теңгеге дейін. Кепілді. Және кепілсіз несие бар 6 миллион теңгеге дейін. О жерде сыйақы мөлшерлемесі 12%, мерзімі 24 ай ғана. Айырмашылығы қандай? Сонда кепілді болып сен бір нәрсе қойың керексің? Жылжымайтын, жылжымалы мүлікті кепілге қойып, бизнес планыңызды жазып, құжаттарды тапсырып қарастырылады. Енді құжат демекші, несиені алу үшін қандай құжаттар тапсырамыз? Құжаттардың тізімі ең басты, егер бірінші көру керек, ол жеке кәсіпкер ме, немесе үлкен ұйым ба, соған байланысты құжаттардың көбісі керек. Ол қаржылық. Демек, бизнес-план дейміз. Бизнес-план, қаржылық. Егер ол стартап проект болса, ол кезде бизнес-планы міндетті түрде бүкіл бәрін жазып көрсету керек. Не үшін керек, қалай ол қайтарылады. Сондықтан біздің ең басты мақсатымыз бизнес ары қарай жүріп кету. Жай несие бере қоймай, бизнесті ары қарай дамытып, осы қаладағы бар бизнестер дамып, жаңадан да бизнестер ашылу. Бұның бәрі тек Алматы қаласының шеңберінде. Алматы қаласының шеңберінде. Енді 2019-дан бастап осы жоба іске асырылып жатыр. Осы бүгінгі таңға дейін жұмыс істеп келе жатырмыз. Осы неше несие берілді, ондай ақпараттар бар ма? 2019 жылдан бастап, осы Алматы бизнес 2025 тіркелген кезден бастап, біз 13,3 миллиард теңге көлемінде несие бердік. Ол 600-ге жақын проект. Және де осы проекттардың арқасында, осы Алматы қаласында 2400-ге дейін жаңа жұмыс орындар пайда болды. Болды ма бизнесті бастайды, бірақ аяғына дейін жүзеге асыра алмай қалатындар бар ма? Онда енді болу мүмкін, әлі болмады. Болған жоқ? Әлі болмады, егер онда жағдай болған кезде келіп арыз жазады, бизнесім өтпей жатыр, енді басқа салаға, кейбір кәсіпкерлер басқа салаға көшіп кетеді. Оның бәрін жазып, көрсетіп, қарастырамыз. Бәрекелді. Ал қай сала көбінесе, қай салаға бағыт? Ең басты салалар ол өндірістік салаға бағыт береміз, денсаулық проекттеріне, жобаларына. Содан осы әкімшілік жобаларға береміз көбінесе. Енді бұл жобаның белгілі бір шарттары бар ма? Қандай шарттары бар? Шарттары міндетті түрде, егер байланысты Алматы қаласында бизнес болу керек, міндетті түрде несие тарихы жақсы болу керек, және осы егер кепілді кредит алатын болса, несие алатын болса, онда кепілі болу керек, және идеясы, былай айтқанда, енді дұрыс болу керек. Ерекше, дұрыс, біздің бағыттарға сәйкес болу керек. Түсінікті. Енді бұл жобаның мақсаты қандай, негізі? Мақсаты осы Алматы кәсіпкерлерін дамыту, қолайлы осы қаржыландыру, төменгі сыйақы мөлшерлемемен жалпы көмектесу. Осы бизнесті Алматы қаласында дамыту. Енді бір сәтті болған бизнес түрлері туралы айтып бересіз ба? Мүмкін бізде тапсырып қалармыз. Бізді көріп отырған көрермендер тапсыруы мүмкін. Сәтті бизнестің енді түрлері көп. Ол барлығы өзіңізге байланысты болады, немен айналысасыз. Көбінесе бізде енді сол денсаулыққа байланысты тіс емханалары, медцентрлер келеді. Көптеген және креативті экономика деген, ол жерде де, мысалы, сіздің қызметтеріңіз де қарастырылады.
Оның бәрін бизнес-планда түгелдей жазып, түсіндіріп көрсету керек. Негізі не үшін мақсаттылы ақша қажеттілігін. Және оның же бәрін қарастырып. Енді бұл несиені қанша уақытта береді? Қанша уақыт кетеді? Осы құжат жинау керек, жоспар құру керек. Көрсетесің. Егер кәсіпкер түгелдей құжаттарын әкеліп, бәрі дайын, бизнес-планы бәрі құжаттар тапсырған күннен бастап 3 апта көлемінде негізі қарастырылады. Ол тағы да біздің менеджерлердің қаншалықты проекттерін көбіне байланысты кейде болады. Бірақ осы 3 аптада ол кепілді несиелер қарастырылады, ал кепілсіз несиелер 3 күнге дейін. Былай практикада 1-2 күн. Демек, кепілді несие 1 айға жуық қарастырылады, иә? Енді жобаның аты Алматы бизнес 2025. Демек, 2025 жылы аяқталды ма бұл жоба, әлде жалғастырылады? Бұл әзірге бұл сұрақ қарастырылуда. Мүмкін мерзімін ұзартады, мүмкін мерзімсіз болады. Өйткені бұл жоба бойынша жақсы көрсеткіш көрсеттік деп ойлаймын енді ұзартады деген ойдамыз. Бәрекелді. Енді көрермен жалпы осы сіздердің Алматы бизнес 2025 жобасы жайында қай жерден оқып біле алады толығырақ, және де құжаттарды қайда апарып тапсыру керек? Біздің Инстаграм парақшамызда, біздің сайтымыздан білуге болады Инфо Алматы. Және де осы Байзақова 303 мекен жайына келіп, құжаттарын тексертіп, және де толық консультация алуға болады. Толық консультация тегін? Тегін, әрине бәрі тегін, ешқандай комиссия алынбайды. Тек қана осы несие алғаннан кейін осы 6%, 2%-бен ешқандай комиссия жоқ бізде. Тамаша, түсінікті. Айман ханым, келіп, студиямызға келіп, осыны ақпаратпен бөліскеніңізге көп рахмет. Елімізде кәсіпкерлер саны арта берсін, сіздеріңізге береке тілейміз. Рахмет сіздерге де шақырған үшін. Ал қазір әсем ән тыңдайық.
Алматы арнасында позитив сыйлайтын таңғы студио бағдарламасы достар тікелей эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір ұстазымыз Қалау Сәлеметбайұлы ағылшын тілін үйретуге дайын тұр. Қалау ағай, сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Сәлем барлықтарыңызға. Good morning. Hello. Бүгін біз өте қарапайым сөздерден бастап бұрынғыдай жалғастыра береміз. Өздеріңіз білесіздер, мынандай телефонды қуаттаған кезде мынандай сөз шығып тұрады, charge деген. Charge. Қуаттау деген сөз ғой, иә? Қуаттау. Енді осы қуаттау, яғни телефонды қуаттау, иә? Енді осы телефонды қуаттау деген сөзді қуаттандырғыш деген сөзге қалай айналдырамыз? Charger. Өте жақсы. Осындай қарапайым ғана ағылшын. Көрдіңіздер ме? Charger. Мынаған ER дегенді қосамыз. Бірақ екі е болған кезде, қазақша айтқан кезде екі е. Бір е түсіп қалады, иә? Charger қуаттау. Мен телефонымды қуаттағым келеді. Өздеріңіз білесіздер қалай болады? I wish. I wish десе де болады. I want to десек. I want charger. Yeah, I want to charge. My telephone. Өте жақсы, my telephone. Мен телефонымды қуаттағым келеді, иә? Want to қалау, charge қуаттау. Енді осы сөздің charge'ның екінші мағынасы айыппұл салу. Көшеде айыппұл салады адамдар, мысалы. Егер ережеге қайшылық жасасақ. Иә. Мен саған айыппұл салғым келмейді. I don't know, айыппұл десең. Мен саған, мына want to қалау, яғни саған мені штраф салғанды қаламайым. I don't want to charge. Өте жақсы, charge you. Өшерін аяқтады салуға да болады, charge деп. Сіздердің айтқандарыңыз болады. You дегенді қосып қойсақ та болады. Мен айыппұл салғым келмейді, болмаса сізге айыппұл салғым келмейді бола береді. Өте жақсы, өте керемет. Енді біз, мысалы, блогер деген сөзді барлығымыз білеміз, иә? Блогер деген сөздің сіздер білесіздер деп ойлаймын, өйткені өткен сағатта біз лог деген сөзді үйренгенбіз, иә? Лог деген сөз журнал дегенбіз, иә? Мысалы, кемелерде бұрынғы заманда қара жәшік дедік па қазақшасын? Солай айтқанбыз. Иә, қара жәшік деп алды. Енді бір қызықты нәрсе, біз әдетте блогер дейміз ғой. Бұл блогер деген сөз негізі бұл сөз негізі бұл сөз 99 жылдар пайда болған екен. Алғаш рет 94 жылы бұл басқаша болған екен бұл сөз. Басқаша? Иә, енді лог деген қазақша журнал дедік қой, иә? Журнал болатын болса, логер деген не болады? Ерді қойсақ? Журналшы? Журналшы. Өзінің не істеп жатқандығын, қандай ойлағандығын жазып отыратын адам деген сөз ғой. Енді бір қызығы, мына Б деген сөз, веб деген сөзден алынған екен. Веб. Веб деген сөз. Веб. Веб деген не деген сөз? Веб деген интернет әлемі. Интернет әлемі, сайт. Сонда басында былай болған екен. Басында веб-блог деп айтқан екен. Веб-блог. Иә. Одан барып адам ретінде жаңа біздің қазіргі қолданып жүрген блогер деген сөзіміз шыққан екен, иә? Сонда блогер деген сөз қазақшаға айтқан кезде интернет журналшысы десек бола ма? Болады екен, иә? Келет, иә? Онлайн журналист десек те болады екен. Қазір бәрі журналист қой, ағай. Қазір бәрі журналист болып бәрі журналист. Жаңа өзінің ойлаған ойларын қағазға түсіріп отырады деген сияқты ғой. Иә, телефонда тікелей эфирдің бастырмасын басса болды ғой. Иә, өздері сұхбат жүргізеді. Бағдарлама аша береді. Qualification деген не деген сөз? Qualification. Бұл сөз түсінікті qualification деген, иә? Біліктілікті жоғарылату. Иә, болады екен, qualification. Біліктілікті жоғарылату тестілер деп жатамыз, иә? Әдетте квалификациялық тест деп. Өте жақсы. Негізі қазақшаға толымдылық деп аударған дұрыс. Біліктілік десе де болады. Толымдылық деген келетте өйткені былай болады. Енді біліктілік деп айтуға да болады. Негізі бұның түбірі, бұл сөздің түбірі qualify болады. Негізі латын тілінен шыққан сөз ғой. Бірақ ағылшын тілінде qualify деген сөз бар. Qualify. Qualify деген мысалы үшін жарамдылық деген сөзді. Жарамдылық деген сөз мысалы адамдар әлемдік жарысқа қатысу үшін
мемлекет көлеміндегі жарыстарға қатысады, қала көлемінде қатысады, содан барып не алады, оған толымдылық алады деген сияқты да, qualify деген. Әлемге шығуға? Әлемге шығуға. Мысалы, мынау толымдылық алу, яғни рұқсат етіледі де ол адамға. Сіз қатыссаңыз болады деп. Түсінікті. Түсінікті ма? Өте түсінікті отыр, ағай. Өте жақсы. She qualified for the race дейсілейін, Race деген көлік жарысы емес бе? Яғни оған ол рұқсат алды. Яғни оған көлік жарысына қатысуға рұқсат берілді. Рұқсат алды. Енді мына сөзден мынандай сөз шығаруға болады. Мынандай сөз шығаруға quality деген. Quality не деген сөз? Біліктілік? Жоқ, сапа деген сөз. Сапа. Мысалы, мына тауардың, заттың, қағаздың сапасы жақсы екен деген сияқты да. Сонда қазақшаға қалай аударсақ болады? Квалификациялық тест дегенде. Толымдылық тесті. Жарамдылық десек те болады екен. Біліктілік дегенде дұрыс деген. Негізі жалпы перизаттың айтқаны дұрыс негізі. Мен әрқашанда дұрыс айтам ғой. Өйткені біліктілік деп бір әдемі аударылғанда, бірақ нақ мағынасы сол жерде жұмыс істеуге толымдылығы толама толмай ма деген сөз ғой. Негізгі мағынасы. Бәрекелді. Дұрыс па перизат? Өте дұрыс, ағай. Дұрыс десе. Күшті талдау. Рахмет. Осымен аяқтаймыз, Барлықтарыңызға рахмет. Келесі сәрсенбіде кездескенше. Рахмет сізге. Бәрекелді, ағай. Көп рахмет. Thank you. Ал біз енді жарнамаға кезек берейік. Жарнамадан соң қонағымызбен тілдесеміз. Алыстамаңыздар. Күн жағымды жаңалыққа толы болсын достар. Алматы арнасының тікелей эфирінде таңғы студия бағдарламасы. Disney компаниясының өнімдері қазақ тіліне тәржімаланып, көптің ықыласына бөленіп жүр. 2024 жылдың желтоқсанында Муфаса Арыстан патша анимациялық туындысының кейіпкерлері қазақ тілінде сөйледі. Атақты туындының дубляжына қатысқан актер Бақтияр Байсерік бүгін біздің студиямызға қонаққа келді. Ендеше қарсылаймыз. Жақсы көңіл күймен қарсы алғандарыңызға көп рахмет. Бұл физарядка деп аталады. Көп рахмет. Таңғы көңіл күйді көтеру. Өте ұнады, рахмет. Көңіл күй қалай? Керемет. Өздеріңізде қалай? Жақсы, Амайсен. Қалай ояндыңыз, бүгінгі күніңіз қалай атты? Өте керемет. Сіздерге қатты асығып жоқ неге? Енді таңертең ерте оянған адамдардың барлығы да түрі кішкене осындай болатын шығар. Көзіміз ісіп. Тағы басқасы. Бәрекелді, әп-әдемі болып тұрсыз. Онда неге түніме ұйықтамаған сияқтысыз дейсіз маған? Тамаша. Енді Муфаса Арыстан патша анимация туындысы туралы сөйлесейік. Кімді дыбыстадыңыз? Қалай ойлайсыздар? Мен ойлаймын Муфасаны. Жоқ, Муфаса ол жерде кішкене жастау кезін сүрген ол жерде. Әдесін ба? Жоқ. Пумбаны. Пумба. Пумбаны. Ол жағы бас жағында ертегіні айтып беріп отыратын. Жоқ, ертегіні айтып беріп отыратын ол Рафики. Оны Дулыға Ақмолда ағамыз дыбыстады. Өте керемет, маған өте қатты ұнады. Ал біз сол Пумбаны дыбыстадық. Енді Муфаса жалпы Арыстан патша кішкентай кезімізден сүйіп көрген ең бір сүйікті жобаларымыздың бірі. Сол кішкентай кезімізден дауыстары есімізде қалып кетіпті. Содан кейін осылай ұсыныс түскен кезде мен ойладым, бұл дегеніміз Диснейге бір алғыс ретінде болсыншы деп осы неге бардық, кастингке бардық, пробасын жасадық. Маған хабарласып, сіз Дисней сізді утверждать етті деген кезде бақыттан басым айналды шыны керек. Өйткені енді жаңағы айтқанымыздай балалық шағымыздан сүйіп өскен, сүйіп көріп өскен біздің кейіпкерлеріміз, және де сол жерде Пумбаны сіз дыбыстайсыз деген кезде енді өте керемет сезімде болдым. Енді Пумбаны жақсы білеміз, өте қызықты кейіпкер.
Бірақ өкінішке қарай бұл жерде басты сюжетте олар қатыспайды. Пумба, Симон, Рафики олар қатыспайды. Рафитилармен бірге жүрмей ма олар? Иә, олар негізге оқиға желісіне қатыспайды. Қатыспайды, жаңаға рассказ ретінде, яғни әңгімелеу ретінде айтып беріп отырады, иә? Біледі екенсіз, көрдіңіз ба? Соны әрине көрдім, бірақ қазақшасын әлі көрген жоқпын, орысшасын көрдім. Қазақшасына міндетті түрде барамын. Енді қазақша дубляжға қатысу үшін арнайы кастингтен өту керек, иә? Диснейдің өзі таңдай ма? Диснейдің өзі таңдайды. Бұл деген өте... Бірінші барған кезде маған өте қызық болды. Пробаға шақырған кезінде әрине енді үміттенесің ғой, өтіп кетсем екен деп. Барынша сол жерде өнерімізді көрсетіп кеттік. Шыны керек, өткізді ете ма, етпей ма деген қатты бір үлкен не болған жоқ, сенім болған жоқ. Енді болса болар дедім. Болмаса қояр. Ақырында болды, өте қатты қуанышты болдық. Қанша уақыт алады екен жалпы бір осындай анимациялық киноны дубляждауға? Енді жаңа айтқанымыздай бұл жерде сюжетте өте көп емес, сондықтан да 1-2 сағаттың ішінде жазып тастадық. Одан кейін енді оларды жазылған дүниені Диснейге жібереді, ол Диснейден қайттан правкаға қайтадан жіберуі мүмкін. Содан кейін, мысалға, 1 аптадан кейін қайтадан барып, правкасын жасап, қайтадан жібереді. Одан кейін қайтадан келді ол правкаларымыз. Солай. Ұзақ процесс болды дейсіз ғой, мен де сөйтіп ойлап едім өзім деп қой. Енді, Бақтияр, негізі бұл Пумба деген бұл жай ғана қарапайым кейіпкер емес, бұл деген ойнақы, сондай дауысы, мен енді сезіп отырмын, дауысы деген енді былай біресе төмен түседі, біресе жоғары көтеріледі деген сияқты. Қалай дайындалдыңыз? Дайындалғанда мен Сет Роген деген ол оригиналдағы Пумбаның дауысы, өте танымал актер Голливудтық. Сол кісінің дауысына біз не қылдық, ыңғайластырдық. Режиссер Шахмұрат Ордабаевқа көп-көп рахмет. Осы Арыстан Патша, Муфасаның режиссері, дубляжының. Сол кісімен екеуміз ақылдаса отырып, біз көбінесе жаңағы экрандағы кейіпкерге емес, соны дыбыстаған актердің дауысына көбінесе жақын болуға тырыстық. Өйткені сол оригиналдағы, дыбыстаудағы актердің дауысы өте керемет келген Пумбаға. 1-2 сөзін айтып бере аласыз ба? Хикая, мен түске базара келдім. Керемет. Бір хикая айтып берейін дейді ғой. Сол кезде Пумба жүгіріп келді. Хикая, мен түске базар алып келдім. Яғни хикая тыңдағанды өте қатты жақсы көреді. Сонымен қатар әрине түске басары бар. Соны жеп отырып, тыңдап жеп отырғанды ұнатады. Мен ойлаймын, жалпы дыбыстау, экранның ар жағында да тұрсаң да, бірақ дыбыстау өте көп энергияға жетеді, әрине. Өткеннен кейін кәдімгідей бір шаршағандай бір сезім бола ма? Енді бұл біздің сүйікті жұмысымыз болғандықтан, мен жұмысымнан ешқашан шаршамаймын. Байқалмайды? Ол нәрсе байқалмайды. Керісінше ләззат алып шығасың, керісінше одан рахаттанып шығасың, шабыттанып шығасың. Қалай болды екен деген оймен шығасың, жақсы болса екен деген оймен шығасың, сондықтан да өте керемет күшті процесс. Енді көрермен тарапынан біліп, сенің дыбыстағаныңды біліп, саған бір пікір айтып жатқан бар ма? Әрине, жақындарымыз, достарымыз көргенде күлет, мәссаған шынымен де күшті деп жаңағы хикая деген ең көп таралып кеткен сол дыбыс, көп таралып кеткен жер. Өйткені премьераға дейін жаңағы әлеуметтік желілерде өте көп таралым, жаңағы көрсетілім болды. Сол жердің барлығында Дулығаға хикая айтып берейін дейді. Соның ар жағында хикая деп мен айғайлап шығам. Сонымен барлығы соны көрген кезде, естіген кезде керемет күшті деп ұнап жатыр деп айтып жатыр. Бұл жерде енді ең бастысы біздің сүйікті Диснейдің кейіпкерлеріміздің қазақша сөйлегендігі, біздің ана тілімізде сөйлегендігі ең бастысы, және де маған ең қатты ұнағаны. Сол нәрсе, жалпы осы дубляж деген қазақшаға, яғни әлемдік хиттердің қазақшаға аударылуы жалғаса берсе екен деген ниет бар. Ол мен жұмыс істесем екен деген ой емес, жалпы. Өйткені қазақ тілінің дамуына үлкен үлесін қосады.
Неге? Өйткені мен дубляжға өзім кішкентай кезімнен кинодағы орыс дубляж актерларының жұмысы үшін қызыққам. Естеріңізде ме? Мысалы, 20 век Фокс, Бенджамин Баттон деген сияқты олар дауыстарын күшті қылып салып алады. Ананы көрген кезіңізде сіз дауысының өзіне кәдімгідей қиял ғажайып кіріп кетесіз. Дәл сол сияқты біздің де енді қаншама уақыт болды уже голливудтық киноларды тек қана орыс тілінде ғана емес, сонымен қатар қазақ тілінде де көретін деңгейге жеткен шығармыз деп ойлаймын. Енді осы орайда сұрақ қоятын болсақ, шетелді қай кейіпкер немесе қай актерді дубыстағыңыз келетін еді? Бар ма осындай? Өте көп. Өте көп? Леонардо Ди Каприо, Джерард Батлер, Том Круз. Кейіпкерлерден ше, анимациялық? Киану Ривз десең. Неге? Өйткені осы кейіпкерлерді дыбыстаған менің сүйікті дубляж актерім бар, ол Всеволод Кузнецов деген орыстың актері, сондай керемет дауысы бар. Олар тұрақты сол актерлардың дауысы? Иә. Сол кісілерді аударады, және де Леонардо Ди Каприоның мысалға Бурунов аударатын, қандай керемет. Мысалы қараңыздаршы, оригиналдағы оның дауысы мүлде басқаша, ал біз орысша дубляжбен қараған кезімізде Леонардо Ди Каприо құлпырып сала береді. Одан сайын құлпырып түседі. Иә, міне дубляждың құдіреті міне осыда. Бәрекелді. Тамаша. Бақтияр, енді 2025 жыл мінеки келді, тіпті бірінші айы да аяқталып келе жатыр. 2025 қалай басталды сіз үшін? Қандай жаңалықтарыңыз бар? Кино саласында? Кино саласында жақын арада премьера болады. Сәлем Social түсірген, Сәлем Entertainment қазір. Сәлем Entertainment түсірген 4 градуса деген телехикаясында өнер көрсеттік. Басты рөлде Берік Айтжанов. Не жайында 4 градус? Ағза мүшелерін тасымалдау жайында. Мәссаған. Яғни, оның үстіне... Ол шынай өмірден алыныңыз деген сияқты ма? Иә, заңсыз. Осыдан 1 жыл бұрын ба, 2 жыл бұрын ба, сондай не шығып еді ғой? Әлеуметтік желілерде жаңалық шығып еді ғой. Біреу заңсыз өзінің мүшесін сатайын деп, органын солай ұсталып қалып еді ғой. Сол жайлы сериал. Өте ауыр сериал сияқты ғой. Бұндай тақырыпты болмады. Ерекше тақырып екен. Сіздерді де құттықтаймын. Осымен таңғы студияның ашылғанына қанша жыл болды? 5 жылдай болды ма? 6 жылға кетіп бара жатырмыз. Шыны көрді, білем мен. Неге? Өйткені ең алғаш таңғы студияға мені театрдағы премьерамен шақырған болатын. Сіз шымылдығын ашып беріпсіз ғой? Жоқ, шымылды бағдарламаның емес. Жалпы осы таңғы студияға бүгін 3-ші рет қонақ болып келіп жатыр екенмін. Күшті. Ол жерде алғаш мені театр актері ретінде қонаққа шақырғансыздар. Одан кейін тағы бір рет бір киноның премьерасы болды. Сериалдың ба. Бесотсек шығар. Иә, Бесотсектің несінде кино актері ретінде шақырдыңыздар, ал енді міне дубляж актері ретінде шақырып тұрсыздар. Бұл мен үшін өте керемет. Әнші ретінде шақырайық енді. Жоқ, мен ән айта алмаймын. Келесі жылы енді басқа рөлде шақырайық деп. Циркач болып кетпесек болған. Енді театр демекші, театрға оралу ойда бар ма? Қазір магистратурада оқып жатырмын. Театрға барған күннің өзінде де басқа қызметпен барғым келеді. Қандай қызметпен? Жоқ, басшыға әлі ерте. Режиссер ретінде. Қазір магистратураны режиссерлік бағытта оқып жатырмыз. Өзімізге өте қатты ұнап жатыр. Болашақта театрға режиссер ретінде барсақ деген ойымыз бар. Бәрекелді, арманыңа жет. Енді келесі жол сені режиссер ретінде қонаққа шақырайық. Бір жылдан кейін бұйыртса. Әмін, айтқаныңыз келсін. Енді дубляж демекші, өзің осы дубляж саласында бірталай жыл болды ғой келатқалы, иә? Енді осы қазақ дубляжына, бүгінгі дубляжына, жай күйіне қандай баға берер едің? Не жетіспейді? Енді олай кесіп айту кішкене ауырлау шығар мен үшін, не жетіспейді деп... Көбірек қаржы жетіспейді десем. Яғни ол дегеніміз, көбірек қаржы дегеніміз, яғни көбірек проекттерді аудару. Тек қана әлемдік хиттерді ғана емес, мысалы осыған дейін Арыстан патшаға дейін Моананы аударды, Моанаға дейін Веномды аударды.
оған дейін тағы да проекттер, жобалар болды. Бірақ дегенмен де басқа да жобалар бар ғой. Иә. Неге солардың барлығында аудармасқа? Неге орыстар бүкіл киноларды аударады, ал неге біз аудара алмаймыз? Неге соны жасамасқа деген ой ғой. Сондықтан да сол мемлекет жағынан мүмкін бір қолдау жетіспейтін шығар. Енді ол жағын мен қатты біле бермеймін шыны керек. Енді әсте келетін сияқты. Келсе екен деген ниет қой, біздікі үміт ең бастысы. Бастама бар. Қаржы керек ең бастысы. Енді бүгін Бақтияр есімдер туралы сөйлестік, жаңа бағдарлама басында. Ең танымал, кәдімгідей тізім жасадық. Осы тізімге қатысты, есімге қатысты сенің мұрагер деген інің бар. Есім қалай таңдалды ол? Есімін әкем кезінде мұрагер Сауранбаев. Мінеке мұрагерді көріп отырмыз. Нешеде жасы қазір? Бұл видеодан кейін өсіп кетті ғой. Қазір 11-де. 11-де. Жігіт болып қалды. Қазір жігіт болып қалды. Кім әкеңіз қойды? Әкем қойды, мұрагер Сауранбаев деген домбырашы бар еді бізде, күйші еді. Сол жігіт алғаш сахнаға шығып өнер көрсете бастаған кезде мұрагер есімі күшті екен деп, және де бұл інім менің біздің әулеттегі соңғы тұяқ десек болады. Яғни ең кенжесі немерелердің ішінде, сондықтан да әулеттің мұрагері болып қалсын деп әкеміз атын мұрагер деп қойған еді. Күшті әдемі. Енді мұрагер деген соң түсінікті болып тұрған сияқты. Негізі кіші баланың аты ғой. Сіздің атыңыз кім болды? Мен үйдің үлкені болғандықтан, біздің әулетте 3 ұл, яғни менің әкем, оның ағалары, біздің аттарымызды атамыз қойған, Байсерік атамыз. Ол кісі үлкен Баужан атамыздың ұлының атын Данияр, Бердияр, Бақтияр деп солай қойған. Құсатып қойған. Яғни ұлдардың үйіндегі үлкен ұлдарын солай ярға ұқсатып қойған. Данияр, Бердияр, Бақтияр деп. Бәрекелді. Тамаша, енді Бақтияр біздің студиямызға келген соң бір жақсы бір ойын ойнаймыз деген ниетіміз бар. Мынау шетелдік қазір актерларды Бақтияр қалай дыбыстайды екен? Мәсі. Біз суретін берейік? Сол суретке қарап, өзің кез келген бір текстті айта бер. Леонардо Ди Каприо, сенің арманың еді ғой. Қазір бір репетиция жасап жіберейікші. Видео болмаса кішкене қиындау негізінде. Кез келген? Кез келген сөзді айтуға болады. Қайырлы таң деп айтуға болады. Леонардо Ди Каприоның. Қайырлы таң көрермен. Таңғы студияға қош келдік. Түсінікті. Келесі. Видеосыз қиын негізінде. Джаред Батлер. Қайырлы таң. Алматы телеарнасының көрермендері. Ұқсаған сияқты. Ал келесі. Том Круз. Барлығы бірдей кейіпкерлерді бергендеріңізге көп рахмет. Барлығының дауысы бір-біріне ұқсайды. Өзіңіз атаған актерлер? Таңғы студия, қайырлы таң. Бәрекелді, келеді. Ал енді соңғысын көрістейік. Киану Ривз. Сәлем, қайырлы таң. Тағы сөйлесеңізші. Видеосыз, ыңғайсыз айтып отырмын ғой. Енді ол қалай аударамыз? Бұл қазір мен не деп аударамын мысалға? Демек, дубляж актерлері іс-қимылға қарап, солардың характерін табуға тырысады, бәрекелді, тамаша. Енді қимылмен қимылдайтын актерлерді қойып қою керек екен. Бәрекелді. Бақтияр, енді біздің көрермендерге өзің болып бір тілегіңді арнасаң. Құрметті патша көңіл көрермен, мынау жаңа жыл құтты болсын. Осы 2025 жылы барлықтарыңызға да береке, байлық, шаттық, табыс тілеймін. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бастаған істеріңізге береке берсін. Аман болайық, бар болайық. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Тамаша, рахмет. Бақтияр, көп рахмет. Уақыт тауып бүгін студиямызға келіп, ертесімен ұйқының бәрін
қиып, иә. Сіздерге көп рахмет. Иә, шығармашылық табыстар тілейміз. Осы деп әлемді голливудтық жұлдыздарды қазақ тілінде сөйлете беріңіз. Рахмет көп. Ал құрметті көрермен, біз жарнамаға кезек береміз. Жарнамадан соң қайтадан ораламыз.